Құрманғазы атындағы оркестрдің Мәскеудегі концерті аншлагпен өтті. Ұлы дала әуендері әлемге танымал ұжымның мерейтойына орайластырылды. Себебі биыл Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық ұлттық аспаптар оркестрі 85 жылдығын атап өтіп жатыр. Бұл Құрманғазы атындағы оркестрдің Мәскеудегі соңғы 17 жылдағы алғашқы концерті. Ұлы дала әуендері шаһардағы Геликон опера театрында өтті. Әлемге әйгілі ұжымның қойылымына билеттің бәрі сатылып, залда бірде-бір бос орын болған жоқ. Ал оркестр көрермендеріне қазақ, орыс және шетел композиторларының туындыларын паш етті. Олардың арасында Нұрғиса Тілендиевтің күйлері мен Джоаккино Россинидің увертюрасы, орыс халық әндері мен жас шығармалары және қазақ ұлттық ән күйлері бар. Соңғы жылдардағы елімізде шыққан жаңа туындыларымызды осы репертуарымызға қостық. Әрине басты мақсат еліміз туралы, еліміздің Құрманғазы бабамыздың басталатын күйлер, еліміздің жаңа астанамызды, Нұр-Сұлтан қаласын насихаттайтын әндеріміз, жалпы Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы жақсы туындылардың барлығын алып келіп жатырмыз. Оркестрдің шығармашылық ұжымы Ресейге толық құрамда келді. Бұл 60-тан астам ұлттық аспаптар музыкасының шебері. Олармен бірге танымал өнер қайраткерлері де түрлі шығармаларды орындады. Қазақтың ұлттық аспаптарымен, мысалы айтқанда домбырамен, қолқобызбен, немесе қобызбен бұл шығармаларда орындауда өзінің ұлттық нақышлық колоритті ерекше шығады. Былайша айтқанда бай етсейді. Сонда классикалық оркестрлерден қарағанда біздің оркестрде, ұлттық Құрманғазы оркестрінде бұл шығармалар басқаша көрерменнің көзінен басқаша қырынан табылады. Мәскеуліктер қазақтың қазіргі музыка мәдениетімен танысып, орыс халық әндерін оркестрге қосылып бірге шырқады. Ал қазақ шеберлерінің орындауындағы әлемдік классиктердің туындылары тыңдармандарды баурап алды. Домбыраның шексіз мүмкіндігіне сүйсінді. Мен білетін әуендерді оркестрдің ұлттық аспаптарда орындауы керемет болды. Өте қызықты. Қазақ ұлттық оркестрі өз өнерімен тағы бір рет таңғалдырып, рухани тұрғыдан байыта түсті. Рахмет. Мәскеулік тұрғындардың алғысына бөлінген оркестр енді гастролін Санкт-Петербургте жалғастырады. Жансұлу Дүйсенәлі, Дана Нұржан, Александр Любителев, Хабар 24, Ресей.